Армысыңдар қазақ елі, сендерге ұсынғалы отырған сонау көне заманнан бері ұрпақтан ұрпаққа, атадан балаға мұра болған ата-бабаларымыздың ислам діні келгенге дейінгі ұстанған әдеп-ғұрпымыз бен салт-дәстүріміздің бірі осыдан 2-3 ғасыр бұрын ұмыт болған, кейінгі уақытта қайта жаңғырып қолға алына бастаған тәңірлік дүние танымының қазақи бағыштау құраны мен жаназа шығару үлгісі қайта өңделіп жарыққа шыға бастады. Соның бағыштау құранын тыңдаңыздар. Бірінші ниеті оқылады, сосын құран оқылады, артында батасы қайырылады. Мархабаты мен шапағаты мол, мәңгілік дүниенің бастауы болған, әруақтар әлемі мен тіршілік әлемін үйлестірген, заманның заңын, ғаламның мәнін бекіткен аса құдіретті жаратушы ие, өзіңе бас иіп, ата-бабалар рухына тағзым етуге, оларға рухани сәуле бағыштауға ниет еттім. Енді құраны. О жаратушы ием, уақыт пен кеңістіктің шексіздігін жаратқан, дөңгеленген дүниенің діңгегін бекіткен өзіңсің. Тұңғиық ғаламды ғажайып үйлесуіңмен толтырып, табиғаттың тылсым күшімен тіршілік әлемін гүлдендірген ұлы құдіретсің. Сенің разылығыңмен және таза ниетіммен осы бағыштау құранның шуағы мен қуаты әлімсақтан бері Тәңіріне сиынып, жер мен көктің киесін ардақтаған ұлы бабаларымыздың ерлігі мен рухы аспандаған батыр бабаларымыздың әруағына және тектілік тамырын сақтап, өмірден парасатпен озып, мәңгілікке бет алған барша ата-бабаларымыздың әруағына, о жаратушы ие, осы бағыштау құраныма енген әрбір асыл жанның әруағын асқақтатып, оларды тылсым дүниенің нұрымен арайландырып, өмірден өмірге жалғаса беретін мәңгілік сапарда сүйеу бол. Енді батасы. О ұлы жаратушы ие, күллі әлемнің бастауы, осы тағзымымды өмірден озған пәленшенің рухына мына құран сөздерін арнайы түсіріп бағыштаймын. Марқұмның жатқан жері жарық, топырағы торқа болсын. Асқақ әруағын өз шапағатыңа бөлеп, рухын еркін ете көр. Өзіңнен бастау алған рухты өз мейіріміңе алып, тыныштық сыйла. О құдірет иесі, сен менің әрбір тынысымда, әрбір ойымдасың. Жүрегіме қолымды қойып, таза ниетіммен, шын ілтипатымен бағыштаған осы еске алу сөзімді, рухтарға арналған құрметімді қабыл ал, әруақтары разы болсын. Жүрегімізден шыққан ізгі тілектеріміздің шарапаты тие берсін деп бағыштадым. Өмін.